Ата дейтін жаңбырда жауып тұр. Үйде отыра беріп ішім пысты. Жалпы мына үйден мен дейтін шаршап кеттім. Әдеттегідей тағы да осы үйде мен тұрып жатырмын. Әзірге әлі үй тапқан жоқпын. Бірақ мен бүгін үй табатын боламын. Достар, мен дейтін мынандай үйде отыра беріп ішім пысты. Ошым дейтін мына үй кішкентай болғандықтан ба, ошым білмедім. Маған дейтін ошым кішкентай көрініп жатыр енді дейтін. Достар, кішкене су ішіп алмасақ болмай кетті. Айтсам дейтін шөлдеп бара жатырмын. Достар, енді осы бутылканы өткізіп, мен ана жақтан арша сатып алайын. Мен сендерге бір нәрсе көрсететін боламын қазір. Ошым кеше менің дейтін ішім пысып жүріп, балық аулайтын орын соғып тастадым. Ол енді соған осы ауылдың әкімі баға беріп, маған ақша беру мүмкін деді. Ошым дейтін достар, біз бомж болып жүріп, ошым архитектор болып кететін түріміз бар секілді. Тану, мынаяқта ағай екен. Ой, достар, мынаяқта ағай жоқ. Тану, достар, бір заттардан ұрласақ қайтеді? Ой, достар, мен дейтін жанды идея. Достар, осыларын алып кетейік. Алдындағы берген ақшамызды алып кетейік, достар. Достар, мыналардан да алып кетсек қайтеді? Ішін көрмедім екен. Ой, достар, мынаны дейтін, осыны алып, егін егу керек болып тұр ғой бізге дейтін. Достар, менің дейтін соққан орным осы жалп. Достар, мынаны көрсетіп кеттік қояқ. Достар, міне менің соққан орным. Дейтін, осы жерде отырамыз ғой дейтін әңгіме айтып. Дейтін пісте шақ дейсің ғой. Осы жаққа кіресің да, мына жерде балық аулап тұрасың, мына жерде отырып. Мына жерде дейтін сол балығыңды пісіресің, анау тамақ істейсің. Мына жерде шай ішесің, мына жерде жатасың. Күнге қыздырынып. Дейтін мынау біздің үй. Мынау дейтін гүлдер, мына жерде отырамыз. Достар, мен алдында екі қарма жасап, осы жерге іліп кеткен болатынмын. Осындай сундук, достар, және де осындай 5 және де көрпе. Ой, достар, мен дейтін қарным ашып жатыр. Барып үйге дейтін не істеп келейін, тамақтарымды алып келейін барып. Достар, тамағымды жеп алайық. Рахатсына, достар, су ішіп алайық енді дейтін. Достар, мен жаңа дейтін жол-жөнекей келатып, әкімге соқтым. Әкім айтты маған, сен осы ауылдың архитекторы қою мүмкін деді. Яғни осындай мен үйлер соғам. Және де саған үй берілуі мүмкін деді. Енді достар, сол біздің жаңалық дейтін. Енді достар, біз өзіміз соққан балық аулайтын орынға барайық тағыны. Кішкене балық аулап қайтайық, достар. Суларымызды алайық дейтін ол. Конкретно, достар, мына жақта не бар? Достар, басқа да тамақтарымызды алып алайық. Ойға бар, достар, души тоятын сияқтымыз. Достар, мінеки енді шығып баратыр, картамызды алдық. Достар, дала дейтін қараңғы екен. Ұйықтап ала салайық. Достар, мына шкафты дейтін алдырып тастау керек. Неге десеңіздер, тұрғанда үнемі осыған басын бұрамда жатамын. Енді достар, кеттік бізде дейтін барайық тағыны. Кешегі балық аулайтын орынға барайық. Өзіміз соқтық неге келмен дейтін. Достар, енді сол әкімге соқып қайту керек еді жалпы біздерге. Достар, енді әкімнің тауып алайын мен.
Ой достар, мына жақта дейтін әкім үйі қай жақта еді? Білмеймін. Мынау емес пе еді? Жоқ, бұл мал асырайтын жер. Достар, енді қоя беріңіздер, кейін көре жатармыз осы үйдің. Достар, балық аулайтын орнымызға тез барып, балық аулап, бір күн түнеп шығайық. Әкім дейтін кетіп қалған секілді. Достар, енді мына жерге дейтін бір түсетін текпешек істеу керек. Достар, бізге дейтін бүгін мына жерге орналасып алайық. Достар, тамақтарымызды осы жерге салайық. Бутылканы салып қояйық. Жоқ, достар, бутылкаға су құйып алмасақ болмайтын секілді. Достар, бутылкаға дейтін мен су құйып алдым. Енді оны дейтін шкафқа салам lazım. Достар, сәбізді салайық. Мына қолымыздағы заттарды, балталарды, достар, не істесек болады жалпы дейтін. Достар, біз ұсталдық. Неге десеңдер, алдында ана магазинде камера бар деген тұғын. Біз сол камераға түсіп қалуымыз мүмкін. Ё-мое, достар, біздер дейтін ұсталдық. Достар, енді оны ақтауымыз керек. Немесе дейтін менде киімдер бар, сол киімді киіп ала саламын. Достар, кеттік дейтін балығымызды аулайық, отырып алайық. Достар, енді кеттік балығымызды аулайық, отырып. Мынау дейтін өтпей жатыр ғой. Достар, енді күтейік, балық келіп жатқан секілді. Опана, достар, ана адам дейтін. Анау кеше египетский адам жалпы. Ой, достар, балығымызды аулайықшы жалпы. Негіз, достар, алдымыздағы тұрған нені алып тастай салу керек секілді. Достар, ана жақта дейтін бір зомби аналарға тиісіп жатыр енді. Достар, мынаны алып тастай салуды жөн көрдім енді. Достар, енді кеш болғанда өзім көрсетейін. Достар, біздер дейтін балық аулап отырып, ішімізде пысып кетті жалпы. Көріп отқандарыңыз неге күн батып жатыр, енді дейтін кеш болды, достар. Біздерге дейтін енді кету керек, мына жерден кіру керек деген ғой, яғни. Достар, біздер дейтін көмір әкемеппіз, себебі мынаны не істейтін едік, пісіретін едік, қоя беріңіздер, бірақ біздер дейтін басқа да тамақтардан алып келдік. Достар, енді мен дейтін ит асырап алуым керек еді, сүйек таптық қой дейтін біздер. Неға дейтін қармақ біліп қойық. Достар, енді дейтін кеш батып жатыр, мен ерте жатайын. Достар, болмыз Челзидің ұйқысы да келді. Енді мен ұйықтайын. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Челзи арнасы. Біздер дейтін бүгін Бомж өмірінің 4-ші сериясын түсірдік. Енді дейтін көргендеріңізде Бомж Челзи енді магазинге ұрлыққа түсті. Магазинге ұрлыққа түсті, және де дейтін ол әкіммен кездесіп, яғни үй алуға мүмкіндігі бар, және де осы ауылдың архитекторы болуы мүмкін. Көріп отқандарыңызда осы балық аулайтын орында Бомж Челзи соқты. Ендігі бөлімді көргілеріңіз келсе, маған дейтін 5 лайк жинап тастаңыздар, сол кезде келесі бөлім шығатын болады, достар. Ендеше сіздермен болған Бомж Челзи. Ендеше, чао.